Құрметті ханымдар мен мырзалар, мен үшін бүгін сіздерді біздің осы екінші күніміздің соңғы сессиясында қарсы алуға үлкен құрмет. Бұл сессиямыз халықаралық Астана форумы аясында өтіп жатыр. Менің есімім Микаэла Фриберг-Сторе, және мен Қазақстандағы БО тұрақты үйлестірушісімін. Бүгін мен үшін осы сессияның модераторы болу үлкен құрмет. Біз өте маңызды аспектілерді талқылайтын боламыз. Әсіресе орнықты сауда және де ондағы цифрландырудың рөлі тақырыбын талқылайтын боламыз. Және де мен керемет адамдармен ынтымақтастықта жұмыс істеп жүрмін, сарапшылармен, және де олар бүгінгі күнгі шындықты жақсы біледі. Және де бүгінгі күні шындық қандай екенін біз бәріміз білеміз. Мен қысқаша өзіміздің мақсаттарымыз туралы айтып өтейін. Біздің басты тақырып бүгін жасыл және орнықты экономикаға, саясатқа көшу, және де саясат тұрғысынан біз жеткізу тізбектерін қолдай аламыз, және де бұл сұрақтарды біз жиі талқылап отырамыз, және мен ойымша бүгін көп сессияларда бұл сұрақтар талқыланған. Бүгінгі күні коронавирус пандемиясы, климаттың өзгеруі және де геосаяси жағдай, бұл үш аспекті бізге бүгінгі күні біз барлық өзгерістерге тез жауап бере алуымыз керек екендігін көрсетеді, яғни орнықты дамуға қол жеткізу үшін. Және де бұндағы орнықты сауданың орны маңызды. Бүгінгі күні біз цифрлық дәуірде өмір сүре отырып, көптеген мүмкіндікке қол жеткізе аламыз. Және де бүгін Қазақстанда біз осы аспектілерді талқыланып отырғанымыз жақсы. Және де Қазақстан цифрлық даму тұрғысынан ілгері мемлекеттердің бірі. Сіз білесіз бе, Қазақстан электронды үкіметтер тізімінде 29-шы орынға ие. Бұның тізімі, және де бұл бізге өте көп түсіндіреді, яғни цифрландыру біздің дамуымыздың әлеуетін қаншалықты ашатынын көрсетеді, әсіресе Қазақстан сияқты мемлекеттер үшін. Бүгін біз білетініміздей сауда ол өзгерудің бір ғана құралы бола алмайды. Алайда осындай өзгерістерге қол жеткізудің бірден бір құралы болады. Ал енді бүгінгі өзіміздің сессиямызға қатысатын меймандарды таныстырып өтсем, олар өздерінің осы тақырыпқа деген ойларымен бөліседі. Ал енді әріптестерімізді таныстырып өтейін. Бұл Қайрат Төребаев мырза, сауда және интеграция министрінің орынбасары. Сонымен қатар мен үшін Түркменстанның сыртқы сауда банкінің төрағасын Джапаров мырзаны таныстырып өту үлкен құрмет. Сонымен қатар бізбен бүгін ОЭСР-дің Еуразия бөлімінің басшысы Уильям Томпсон қатысып отыр. Және де біздің соңғы мейманымыз, қонағымыз бұл менің құрметті әріптесім Дмитрий Мариясин, бұл Еуропалық экономикалық комиссиясының атқарушы хатшысы. Мен үшін біздің басты баяндамашыны таныстырып өту үлкен құрмет. Алайда бұны істемес бұрын айтып өтетін бір жайт, біздің баяндамашы өзінің сөзінен кейін ерте кетіп қалуға мәжбүр. Сондықтан да сізге менің кеңесім, біздің баяндамашыны тиянақты тыңдап отырыңыз. Бұл өте маңызды талқыланатын сұрақтар. Ал енді
экономикалық комиссиясының Азия және Тынық мұхиты кеңістігіндегі директоры Армида Сальса Ашхабанды таныстырып өтуге және де оған сөз беруге осы кісіге сөз берейік. Микаэла ханым, сізге жылы сөзіңіз үшін үлкен рахмет. Және де мені соншалықты жақсы жағынан таныстырып өткеніңіз үшін үлкен рахмет. Бүгінгі форумда қатысу мен үшін үлкен құрмет. Және де жалпылама осы маңызды сессияны бастау мен үшін үлкен мәртебе. Бүгінгі тақырып өте өзекті. Біздің тақырып бұл тұрақты сауданы ашу, цифрландырудың рөлі. Біз білетініміздей, цифрландыру бұл өңірдегі өте маңызды құрал. Өңір үшін және де Қазақстан үшін және де Микаэла ханым бұл туралы жаңа ғана айтып өтті. Және де жаһандану осы үдерістердің алға тартатын факторлардың бірі болып табылады. Және де бізге бәрімізге түсінікті, дұрыс құрал болмаса, онда біз орнықты саудаға қол жеткізе алмаймыз. Алайда экономикалық мәселелер, экономикалық дағдарыс туралы ұмытпауымыз керек. Біз бүгінгі күні парниктік газдар туралы көп айтып отырмыз. Және де біздің инвестициялық саясат, сауда саясаты бірге жүріп отыруы тиіс. Және де бұл барлық аспектілерді ескеруіміз керек. Біз әсіресе саудадағы инвестицияларды айтқан кезде, одан басқа бізге сонымен қатар жаңартылатын энергия көздеріне көбірек инвестиция тарту керек. Және де біздің көлік, цифрландыру жағынан деструктивті ықпалды азайту керек. Алайда өкінішке орай парниктік газдардың шығарындылары бүгінгі күні климаттық өзгеріске деген тәсілдерді өзгертуді талап етеді. Және де біз дамушы елдерге бұл қандай әсер ететінін түсінуіміз керек. Және де халықаралық қоғамдастыққа біз бүгінгі күні берген уәделерін ұстанып, бүгінгі күні осы араға инвестиция, қаржы тартып, келіссөздер жүргізіп, мәселелерді шешуге бағытталу керек. Және де бүгінгі күні біз кеден және де басқа салаларда автоматтандыруды енгізуіміз керек. Біз және де біздің зерттеулер көрсетіп отырғанымыздай, бұндай автоматтандырылған жүйе шығарындыларды азайтуға мүмкіндік береді. Бұл үшін үлкен әлеует те бар. Газдардың шығарындыларының тиісті индикаторларына қол жеткізу үшін біз сонымен қатар ағаштарды да отырғызуымыз керек. Біз және жалпылама көріп отырғанымыздай парадигма өзгеруде, және бұны біздің есептерімізден де көруге болады. Заңнама тұрғысынан, құжат тұрғысынан да өте көп өзгерістер енгізілуде, және де жаңа стандарттар, олар әр мемлекет деңгейінде және де жаһандық деңгейде өз көрінісін табу керек. Ал енді мемлекеттер арасындағы ақпаратпен алмасу туралы айтатын болсақ, оның да ықпалы оң болуы мүмкін. Яғни осы парадигманың өзгеруі және де үкіметтердің қатысуы тұрғысынан. Сондықтан да бүгінгі күні мемлекеттердің көбі осы цифрландыру мәселелерін талқылауда.
цифрландыру аясында көптеген бағдарламаларды іске асыруда. Бұның бәрі бұның іс-әрекетімен бірге арнайы органдардың іс-әрекеттерімен бірге жүруі тиіс, және сонымен қатар қолда бар келісімдердің де аясында. 2021 жылдан бергі келісімдерді айтып отырмыз, және де осы үдерістерге көп мемлекеттер, неғұрлым көп мемлекеттер қатысуы керек. Ал енді экономиканы цифрландыру, сауданы цифрландыру экспортқа да септігін тигізеді, және де кез келген нарықтарға жаңа өнімдерді енгізу жағынан да оның ықпалын тигізеді. Бұл да сауданы цифрландырудың ең үлкен артықшылығы, және де біз қызметтерді цифрландыру туралы да көп айтып отырмыз, және де бұл әсіресе мұхитқа жолы жоқ мемлекеттер үшін де өте маңызды. Сонымен қатар жақсы дамымаған мемлекеттер үшін де маңызды, яғни болашақта бір нәтижелерге жету үшін. Тағы да бір рет сізге мұқият тыңдағаныңыз үшін алғысымды білдіргім келеді, және де бүгін біз өте көп және талқылаулар жүргізеді деп сенемін. Сізге үлкен рахмет сөйлеген сөзіңіз, баяндамаңыз үшін. Ал енді бізге талқылауларымызды бастауға рұқсат етіңіз. Мен бірінші сөзді вице-министр мырзаға ұсынғым келеді, Төребаев мырзаға. 2019 жылдан бастап сіз осы саладағы іс-әрекеттердің куәсі болып отырсыз. Және де біз айтып өткенде 2019 жылдан бастап сіз осы салада жұмыс істеп келе жатсыз. Пандемиядан бұрын да жұмыс істегенсіз, және де Қазақстан мен басқа әлем мемлекеттері коронавирус пандемиясы кезінде қандай қиыншылықтарға тап болғанын өзіңіз білесіз. Ал енді сіздің ойыңызша бүгінгі күні қандай Қазақстан үшін сын қатерлер, қандай қиындықтар бар? Сізге үлкен рахмет. Шынымен пандемия әлемдік экономикаға және де әрбір мемлекеттің экономикасына әсері зор болды. Біз бұны әртүрлі контекстте көрдік. Бір жағынан бұл бір ғылыми фантастика саласынан деп ойлауымыз мүмкін, алайда бұл біздің шындық болды, және біз сол кездегі жағдайға бейімделуге қажет болдық, және де біз көргеніміз өте көп жеткізу тізбектерінде бұзушылықтар, құлдыраулар орын алды, және де өте үлкен алшақтықтар пайда болды. Пандемиядан бұрын ондай болмаған, және де біз бүгінгі күні әлемдік экономикаға белсенді қатысуға тырысудамыз, және де жеткізу тізбегі оның ажырамас бөлігі, және де бүгінде бұның бәрі орнықты даму күн тәртібінің аясында талқыланатын сұрақтар, және де бүгінгі күні біз экономикаға инвестицияларды салуды неғұрлым тиімді атқарамыз. Бұрында пандемияға дейін біз өзіміздің кейбір мәселелерімізді анық көрген емеспіз, және де бұл проблемалар біздің экономикалық өсуімізді, және де біз алдымызға қойған барлық мақсаттарға жетуді тежеді. 2025 жылға дейін біз қойған мақсаттарымыз бар, және де оларға жету үшін біз өзіміздің көңілімізді бірнеше аспектіге аударуымыз керек. Біз біріншіден бұл ауыл шаруашылығы. Ауыл шаруашылығы бұл орайда басты рөл ойнайтын экспорт немесе жергілікті экономика тұрғысынан маңызды аспект болып табылады Қазақстан үшін. Өйткені біз айтып өткендей, Қазақстан
ашық мұхитқа жолы жоқ ең үлкен мемлекет болып табылады. Және де бізде өте көп шикізат пен қазба байлықтары бар. Және де біз металлургия және де осы шикізатты экспортқа көбірек көңіл бөлуіміз керекпіз. Келесі бұл қызметтер саласы, оның ішінде көлік, және де келесі ол IT немесе ақпараттық технологиялар саласы. Бүгінгі күні біз ақпараттық технологиялар қызметтерін экспорттау жағынан жұмыс істеп келе жатырмыз, және де өндіріске көбірек бүгінгі күні көңіл бөлудеміз. Ал енді негізгі экспортқа байланысты сұрақтарды айтсақ, біздің экспортымыздың 30% Еуропалық одаққа кетеді, және де екінші бұл Ресей, және үшінші орында Қытай тұр. Ал енді біз көріп отырғанымыздай, біз әлемнің басқа мемлекеттермен де ынтымақтастығымызды ілгерілетуіміз керек. Біз мысалы Пәкістан, Үндістан, Сауд Арабиясы нарықтары біз үшін үлкен қызығушылық білдіреді, және де тек қана бүгінгі нарықтармен жұмысымызды тоқтатпай кеңейту керек деген ойды жеткізгім келіп отыр. Сізге жауабыңыз үшін үлкен алғысымызды білдіреміз. Және де сіздің бүгінгі күні көзқарасыңызды есту өте бізге маңызды. Ал енді Қазақстан экспорт нарығын кеңейту тұрғысынан сөзді Джаппаров мырзаға бергім келеді. Мүмкін сіз Түркістан тұрғысынан осы аспектіге қалай қарайтыныңызбен бөлісе кетесіз. Сізге үлкен рахмет. Біріншіден, мен осы сессияны ұйымдастырғаныңыз үшін үлкен алғысымды білдіргім келіп тұр, және де маған осы сессияда қатысуға мүмкіндік бергеніңіз үшін, мен үшін осы сессияда қатысу, Астана халықаралық форумында қатысу үлкен мәртебе. Сонымен қатар қазақстандық тарапты осындай табыстарға қол жеткізумен құттықтағым келеді. Ал енді Түркменстанда бүгінгі күні біз көптеген іс-шараларды қолға алдық. Жаңа қызметтерді, цифрлық сервистерді құру үшін бұл біздің саясаттың ажырамас бөлігі болып табылады. Бұл біздің мемлекетіміз ғана үшін емес, сонымен қатар жалпылама өңір үшін өте маңызды. Бүгінгі күні қандай жаңа салалар біз үшін қызық екенін түсінуіміз керек. Ол үшін біз түрлі концепцияларды бейімдеуіміз керек. Және де бізде 2025 жылға дейінгі цифрландыру бағдарламасы бар. Және де бүгінгі күні оны біз белсенді түрде іске асырудамыз. Бұл құжаттың аясында бізде жол картасы да әзірленген, және де осы жол картасында да біздің экономикасының әрбір аспектісінде цифрландыруды қарастырудамыз. Саудада оның ішінде сауданың рөлі өте үлкен цифрландыруда, және де осы секторда біз бұған үлкен көңіл бөлудеміз, және де осы тұрғыда талқыланатын сұрақтар мен шешімдер жергілікті және де халықаралық деңгейде өте маңызды. Және де осы аспектілер арқылы біз үкіметті электрондық сауданы дамытуды көздеп отырмыз. Сонымен қатар цифрландыру бізге уақытты үнемдеуге және де кейбір үдерістердің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Және де осы жылдың сәуірінде біз ақпараттық порталды іске қостық. Бұл саудаға арналған портал, және онда сіз экспорт-импорт бойынша өте көп ақпаратты таба аласыз. Және де бұл платформаны біз Ready for Trade
жобасы аясында әзірледік. Бұл Еуропалық одақтың жобасы және де халықаралық сауда орталығының жобасы. Бұл біздің Түркменстанның әлеуетін толығымен ашуға мүмкіндік береді. Экспортер мен импортерлердің және де осы тізбектің басқа ойыншыларының әлеуетін ашуға мүмкіндік береді. Сол себепті бұл тұғырнаманы Түркменстанда енгізу, бұл елдің халықаралық саудаға қол жеткізу үшін, әсіресе сауданы дамыту жөнінде хаттама қол жеткізу үшін қажет. Түркменстанның барлық осы басымдықтары маңызды рөл атқарады, әсіресе ДСО-ны қолдау ұйымдарында, халықаралық донор ұйымдарды осы процесстегі үлес үшін, оның ішінде БО-ге алғыс айтқым келеді. Келесі аптада Ашхабадта реттеушілік рәсімдік кедергілер бойынша олар семинар өткізеді. Және де осы ДСО процесінде шеңберінде саудалау бойынша мәселелер қамтымақ. Сол себепті цифрлау БО-ге және біздің бірлескен талқылауда маңызды рөл атқарады. Цифрландыру сауданың орнықты дамуы үшін орасан зор мүмкіндіктер береді. Елдің ішінде де және жаһандық деңгейде де. Сонымен бірге цифрландыру әртүрлі байланысты салаларда, мысалы көлік, логистика салаларына маңызды рөл атқарады. Сол себепті біз көлікті тиімді пайдалануға және елдердің транзиттік әлеуетін, өңірдің көліктік әлеуетін пайдалануға баса мән береміз. Сонымен қатар халықаралық цифрландыру саласын, логистика мен көлікті цифрландыру саласындағы тәжірибесін пайдалануға мән береміз. Осының бәрі рәсімдерді тауарлар транзит рәсімін трансшекаралық саудада оңайлатады. Соңғы жылдары біз бұл бағытта БО-мен және оның агенттіктермен белсенді ынтымақтастық жасап келеміз. Әсіресе біз БО-ДБ-мен жұмыс істейміз. Бұл жұмыс біздің заңдарымызды, инфрақұрылымды дамытуға бағытталған. Әртүрлі трансека елдермен бұл жұмыс атқарылады. Сол себепті сауда өзара байланыстарды цифрландыру маңызды. Өңірлік стратегиялар үшін орнықты даму тұрғысынан маңызды. Мысалы, ынтымақтастық туралы меморандум, ол бірыңғай терезе сияқты жобаны іске асыруға қажет. Ол біздің елімізбен және басқа да елдерге байланысты, мысалы кеден саласында әртүрлі конвенцияларды енгізу мәселелері де бар. Карнесті пайдалану және басқа да TIR және басқа да бастамалар маңызды рөл атқарады. Сол себепті Түркменстан өткен айда халықаралық форум өткізді. Марияси мырзаны құрметпен қарсы алды және банктың қоғамдастың өкілі ретінде мен цифрландыру технологияларын, банк технологиясын цифрландырудың маңызын түсінемін. Ол сауданың жағымды дамуына оң әсер етеді. Бұл процесте цифрлық трансформация әрдайым жақсарады. Бұл бірыңғай цифрлық экономиканы, цифрлық құжат айналымын, дерек қорды жасау үшін қажет. Сол себепті бұл тұрғыда адами капиталды кеңейтуге инвестициялау қажет. Осы проблемаларды және басқа да мәселелерді шеше отырып, техникалық қолдаудың арқасында халықаралық ұйымдар тарапынан, мысалы БО-ДБ сияқты ұйымдардың, БО-ге сияқты ұйымдардың тарапынан қолдау маңызды рөл атқарады. Сол себепті осындай техникалық қолдауды алуды одан әрі жалғастырамыз. Бұл Түркменстан цифрлық трансформациясын іске асыру үшін қажет. Сауданың орнықты дамуына қол жеткізу үшін елімізде де, бүкіл Орталық Азия өңірінде де құрметті форумға қатысушылар, сөзімді қорытындылай келе айтқым келеді. Түркменстан
әртүрлі мақсаттарды, осы ұйымның әртүрлі мақсаттарын іске асыруға өңіріміздің, елдеріміздің, халқымыздың даму идеясын құптайтынын атап өткім келеді. Рахмет, көп рахмет. Жапаров мырза, сіз цифрлық тұжырымдама туралы, өздеріңіз әзірлеген цифрлық тұжырымдама, жол карта туралы айтқан кезде сол туралы есту бізге қызық болды. Үйлестіруші ретінде сіздер осы бағыттарды қолдауға көп күшіге жұмсап жатқандарыңыз бізді қуантады. Сол себепті сіздің сұрау салуыңызды естідік, сіздің белгілеріңіз туралы естідік, сіздермен осы бағытта жұмыс істеуді жалғастырамыз. Көп рахмет. Уильям, осының бәрін естіген кезіңізде, мысалы сіз осы жерге келіп ЕОДО-ның өкілі болып табыласы, осы мәселенің бәрі сіздер үшін де маңызды. Цифрландыру мен сауда арасына байланысқа көзқарасыңыз қандай, олар бір-бірін қолдай ма? Бұл тұрғыдан не дерсіз? Менің ойымша, біз көптеген нәрселерді естідік. Экономикалық ынтымақтастық даму ұйымы цифрландырудың барлық артықшылықтарын жеткізілген тізімін үйлестіруді, транзакциялар жұмсалатын шығыстарды қысқарту мәселелерін жете түсінеді. Бұл мәселенің бәрі маңызды рөл атқарады. Осының бәрі сыбайлас жемқорлықтың азаюына алып келеді. Пандемия кезінде осының бәрін байқаған болатынбыз. Қазіргі кезде бұл мәселені басқаша көзқарас ұсынғым келеді. Біз цифрландыру саудаға көмектеседі. Сонымен қатар сауда цифрландыруды қолдауда және де әртүрлі құралдар дамытуда, мысалы сауда телекоммуникацияны дамытуда маңызды болып табылады. Олар қол жетуге жұмсалатын шығыстарды азайтады. Осының бәрі бағдарламалық қамтылымды пайдалану шығыстарын азайтады. Мысалдардың бірі, мысалы Париждегі әріптестерім компьютерлер мен жабдықтардың қосылған құнның 80% басқа елдерде қалыптастырылады. Бұл ең деглобализациялық құралдар. Сол себепті бұл тауарларда көретініміз бізге тез қол жеткізу қажет. Комплементарлық реформаларды қарастырған жөн. Цифрландыру бұл жалпы қоғамға әсер етеді. Сол себепті осы институттардың бәрі осы бағыттар үшін негіз болып табылады. Тағы да біз жиі айтатын мәселе, соңғы 2 күнде де жиі айтылды, бұл саудаға қолдау көрсету. Ол саудадағы олқылықтардың орнын толтырар еді. 15-20%-ға орын толтырар еді. Шын мәнінде үйлестіру көзқарасын, ең үздік қағидаларды, құжаттарды стандарттау, хаттамаларды, құжаттарды үйлестіру, өзара түсіністікті дамыту, осының бәрі үлкен нәтиже берер еді. Соңғы 2 күнде бұл туралы көп айтылды. Бұл цифрландыру және орнықты сауда үшін бұл өте орынды, өте қажет. Бұған қоса технология мен реформалар, экономикалық реформалар, олар бір-біріне көмектесетін түсінуіміз қажет. Сондықтан цифрландыру процесі туралы, мысалы, әртүрлі шекараны кесіп өту процестерін цифрландыру туралы айтқан кезде, біз осының бәрін цифрландыруға дейін оңтайландыруымыз қажет. Себебі белгілі бір процестерді цифрландырған кезде біз жағдайды ушықтырып қоямыз. Себебі біз кейбір жұмыс істеудің белгілі бір заттармен жұмыс істеу мүмкіндіктерін жоямыз, белгілі бір олқылықтар пайда болады. Осы процестерді цифрландырмас бұрын осының бәрін орындау қажет. Сол себепті біз жұмыс істейтін елдерде, кейбір орталық Азия елдерінде IT, телекоммуникация секторлары
оларға көбінесе құзырет жетпей жатады. Сол себепті қосымша құн қосып жатады. Сол себепті бұл секторлар шын мәнінде нарықты маңызды рөл атқарады. Сол себепті бізге инвестициялар қажет. Бұл әртүрлі саясаттарды дамыту, яғни физикалық инвестициялар барлық проблемаларды шеше алмайды, бірақ олар қатар жүреді. Кеше бұл туралы айтқан едік. Бізге сауданы қолдауды жақсарту қажет. Бұл ел аралық сауда бұған кіреді. Бұл процестер тезірек жүру қажет, және соңғы кезде түсінгенімізде цифрландыру жайлы айтқан кезде саудадағы әртүрлі процестер немесе кеден қызметіндегі процестер туралы айтқан кезде жүйеміздің қандай болғанына қарамастан көбінесе шекарадағы цифрлық жүйеге байланысты проблема туындайды. Тіпті елдің ішінде де. Мысалы, адамдар цифрлық қызметтерді пайдаланбайтын көреміз. Мысалы, салық қызметтері әлде болса қағазды пайдалануда. Мәселен, маған кеден үшін белгілі бір қағаздарды пайдалану қажет болады делік. Мысалы, қағазға негізделген жүйеңіз болса, бәрін сізге екі есе көбірек жасау қажет болады. Цифрлық өнімдерді қағазда пайдалануға тура келеді. Бұл жерде біз белгілі бір прогресске қол жетеміз деп ойлаймын. Осы процестердің өзаралығы туралы айтқым келеді. Бұл бірге дамитын цифрландыру қоғамды, экономиканың шекарасын белгілейді. Олар бір-біріне көмектеседі. Сонымен қатар саясаттар мен институттарға негіз қалауға қол ұшын береді. Көп рахмет. Сіз айтқан, назар аударған нәрселер бұл барлық деңгейдегі жаппай көзқарас. Бұл не үшін қажет? Сіз өзіңіз айтып өткендей, біз цифрландыруды қарадан қарап енгізе алмаймыз. Алдымен бізге бұл процестерді цифрландырмас бұрын осы процестерді оңтайландыру қажет. Себебі осы реформаларды жүргізген кезде бізге белгілі бір инвестициялар қажет болады. Оларды оңтайлы пайдалану қажет. Мүмкіндіктер туралы көп естік деп ойлаймын. Бізде жол картасы бар, әртүрлі бағыттарды қамтиды. Бұл осының бәрі жағымды деп есептеймін. Цифрландыру және сауда туралы айтқан кезде белгілі бір тәуекелдер де болады ғой. Капиталдандыру, трансформация, жасыл экономика сияқты мәселеге баса назар аударамын. Бұл комиссиясы осы бағытта жұмыс істейді. Дмитрий, белгілі бір тәуекелдер де бар шығар? Иә, әрине. Мұндай сұрақтар осындай керемет форумда жұма күні кешке осындай сұрақтар міндетті түрде туындайды. Осы тәуекелдер мен мүмкіндіктер туралы айтқым келіп отыр. Сіздерге, Микаэла, сіз керемет модераторсыз. Бұл Еуропалық экономикалық комиссиясына осы сессияны ұйымдастырған үшін алғыс айтқым келеді. Біз үшін цифрландыру және орнықтылық туралы осы сессия барысында айту керемет мүмкіндік. Осы сауда тұрғысынан вице-министр мырза, сізге ынтымақтастық үшін алғыс айтамыз. Түркменстанның мемлекеттік банкінің төрағасына да алғыс айтамыз. Неліктен бұл сессияны дәл осылай атағанымызды түсіндіргім келеді. Орнықты сауда. Егер сіз Женевада тұрсаңыз, сауда саласында жұмыс істейтін адамдармен сөйлесетін болсаңыз, олар көбінесе мына мәселе, дәл осы мәселелерді қозғайды. Егер болашаққа көз жүгіртсеңіз, жаһандық сауда жүйесін алып қарайтын болсаңыз, ол жерде көптеген климаттың өзгеруіне байланысты көптеген проблемаларды көресіздер. Бұл
анағұрлым жасыл болуды талап ететін бұл жаңа буын адамдары, жаңа ұрпақ. Сол себепті бізде бұл бағытта негізгі қалаушы факторлар бар. Табысты саудаға келетін болсақ, сіз жаңа бас кезде осы туралы айттыңыз. Сіздердің назарыңызды келесі мәселеге аударғым келеді. Біз жасыл сауданың шағын сегменті туралы айтып отқан жоқпыз. Біз орталық Азиядағы, Қазақстандағы жаһандық үрдіс туралы айтып отырмыз. Біз артта қалмай алдыңғы шепте болу үшін не істеуіміз керек? Мәдени шындық, экономикалық шындық, экономиканың энергетикалық миксін қамтиды. Олар өндіріс, сауда және тасымалдау арасындағы осы қиындықтардың бәрін қамтиды. Бұл осы орнықтылыққа қол жеткізу тұрғысынан бұны қиындатады. Өнім үшін пайдаланатын бір ораманы алатын болсақ, бұл біз оны теңізге лақтырып қана қоймаймыз ғой. Бұл белгілі бір оны қадағалап отыратын жүйелерді енгізуіміз қажет. Осы айталық, біздің тұтынушыларымыз пластикті пайдаланғысы келсе, онда осы пластикті өндіретін компаниялар да болады. Реалист болайық. Мен үрдіс туралы айтып отырмын. Мұндай үрдіс бар, орын алып отыр. Және де жаңа ғана айтып өткен мәселелер де бар. Әріптестерім цифрландыру туралы айтты. 5 жыл бұрын егер бір цифрландыру бойынша сессия өткізсек, біз әртүрлі негізгі мәселелер туралы айтар едік. Шын мәнінде қазіргі заманғы экономика бұл цифрлық экономика. Оны сіздерге дәлелдемеймін де. Барлық трейдерлер, үкіметтік ұйымдар, шағын және орта бизнес, олардың бәрі бұның бәрін қалайша пайдалануға болатынын жақсы түсінеді. Сол себепті бұл мәселелерді жайлы айтатын болсақ, бұл цифрландыру министрлігі ғана емес, осы министрліктегі барлық департаменттер бұны қалайша пайдалануға болатынын түсінуге тиіс. Уильям айтқандай, бұл фрагменттеу цифрлық шешімдер, бұл нарық, ал кез келген нарық ол бәсекелік болып табылады. Мысалы, сауданы қолдау, бұл мысалдардың бірі. Қандай да бір шешімдерді қабылдау, шын мәнінде осының бәрі тез кеңейетін нәрсе. Жаһандық жүйелерді пайдалануды сұраймыз. Бұның шешімдерін пайдалануды ұсынамыз. Орталық Азия дұрыс бағытта. Мысалы, деректер алмасу бойынша, тасымалдау кезінде деректер алмасу бойынша, деректер алмасуға бойынша стандарттарға келетін болсақ, әртүрлі TRR-лар естеріңізде болар, мұндай белгішелер өнімге қойылады. Бұл Қазақстанда, Түркменстанда, Қырғызстанда олар биылдан бастап цифрлық шешімдерді пайдаланады деп үміттенемін. Мұндай кеден қызметтерінің кеңселерінде олар бар. Ол халықаралық заң нормаларын пайдаланады деп үміттенеміз. Еуропалық одаққа келетін болсақ, жаһандық нарықты не өзгертеді? Егер әртүрлі стандарттарды алып қарайтын болсақ, мысалы, Ягон ол сауда деректермен алмасу жүйесі, ол фрагменттеу тәуекел болып табылатын бір мысалы, бірақ оның шешімі бар. Бізде оның шешімі бар. Екінші мәселе цифрландыру. Сауда мен көміртексендіруде маңызды рөл атқарады. Біз көміртексендіру туралы, климат өзгеруінің әртүрлі мақсаттары туралы да жиі естиміз. Мысалы, сіз тоқыма өнімдерін өндірсеңіз, іс жүзінде бұл нені білдіреді? Мысалы, бізде мынадай бір керемет бағдарлама бар. Ол Өзбекстандағы Еуропалық одағы оны қаржыландырды. Мысалы, блокчейнді пайдалану мен DNA маркерлерді пайдалануға болатынын білген жоқпын, бірақ олар оны өз жобаларында пайдалана алды. Мысал үшін
мысалы футболка өндіру жөніндегі ақпаратты осындай жүйе арқылы қадағалай аламыз. Орталық Азиядағы басқа елдер осындай тәжірибені тоқыма өнеркәсібін анағұрлым транспарент ашық ету үшін пайдалана болады. Мысалы Еуропадағы тұтынушылар осындай киім үшін, осылайша өндірілетін киім үшін көбірек төлейді. Транспаренттілік, ашықтық, қадағалану, блокчейн арқылы қадағалау әртүрлі CO2 шығарындыларын шектеу бойынша шараларға әсер ете алады. Бұл жерде Еуропалық одақ қана емес, сонымен қатар нарықта одан да бөлек үлкен ойыншылар бар. Біз оны осы сессияда айтқан едік. Мен қайталанбай қойын. Және де бұндағы тәуекел бұл климаттың өзгеруі және де көміртек саудасы және де көміртегі бейтараптығы ешбір өндіріске байланысты емес деп ойлау. Вице-министр үш аспектіні айтып өткен болатын. Бұл ауыл шаруашылығы, шикізат және тағы бір аспект. Және бүгінгі күні біз блокчейнге негізделген осы үш салада бағдарламаны бастайын деп отырмыз. Сондықтан хабардарлықта болу керек, әсіресе дәстүрлі өндірістерде. Және де ең соңында тағы айтқым келетіні, Уильям жаңа ғана идеялардың таралуы туралы айтқан еді. Бізге инновациялар керек. Біз, мысалы, орнықты сауда үшін цифрлық шешімдер Еуропада немесе басқа мемлекеттерде бар, және біз оларды тек қана өзімізде көшіріп қайталауымыз керек деген ой болмауы тиіс. Біз осы жерде қауымдастықтардың қатысуымен осындай идеяларды артқа тартуымыз керек. Мен Қырғызстанның экономика министрімен Женевада кездескен едім, және де ол маған бүгінгі күні болашақ Alibaba немесе Amazon немесе басқа электронды платформалар үшін жаңағы олар құрып жатқан шаралар туралы айтқан болатын. Және де осының арқасында бүгінгі күні орталық Азия мемлекеттерінің халқы біз сияқты, Еуропа елдері сияқты кез келген тауарларды өте тез алатын болады. Және де біз бұлай қарасақ, Amazon неден бастады? Кітаптардан бастады басында. Және де біріншіден не істеу керек? Олармен серіктестік құру керек. Және де мемлекеттер арасында электрондық коммерцияны реттейтін заңнама қажет. Онда сіздің Қырғызстандағы үйіңізге, Бішкектегі үйіңізге Амазоннан кез келген тауарлар, мысалы Еуропадағы кез келген мемлекеттің, мысалы мемлекетке жеткізетіндей соншалықты уақыт алатын болады. Ол үшін не қажет? Қандай стандарттар мен нормаларды орталықтандыру керек. Біздің көріп отырғанымыздай, осы салада өте көп мүмкіндіктер бар, яғни ортақ іс-әрекеттер үшін. Және де бұл да орнықты сауданың бір бөлігі. Неге десеңіз, онда бүгінгі күні біз циркулярды, яғни экономика үшін платформалық экономика сұрақтарын кеңінен талқылап жүрміз. Және де Михаил маған қазір қарап отыр, өйткені мен өте көп уақытты алып отырмын. Алайда сіз елестетіңізші, Amazon мен Alibaba сияқты платформалардың ықпалын, бүгінгі күні өзгерістерге деген ықпалы қаншалықты? Бүгінгі күні бізде бар, мысалы, көптеген құралдар, материалдар бар. Біз оларды тек қана лақтырып тастаймыз. Ал енді елестетейік, бізге қажет емес материалдарды, құралдарды курьер келіп, бізден алып кетіп, осы материалдарды қайта өңдейтін осындай зауытқа апарып тастаса. Және де орталық Азия осы арада
осындай пилоттық бағдарлама жүргізе алады ма, сол сұраққа жауап берейік. Және де бұндағы экономикалар бұған дайын емес деп айтпаңыз мағаныз. Біздің ойымызша цифрландыру және орнықты даму тұрғысынан бұл өңірдің яғни бәсекелестік мүмкіндіктері өте жақсы. Сізге жауабыңыз үшін рахмет. Және де бүгінгі күні жасыл экономикаға көшу үлкен сын-қатер бүкіл мемлекеттер үшін. Ал енді вице-министрге сөз берсек, және де вице-министр бұл хабтың әлеуеті ғана емес, бұнда 18 миллиондай тұтынушы бар, біз білетініміздей. Сонымен Қазақстанда басқа да бастамалар бар екенін білеміз. Осы арада ойыңызбен бөліссеңіз. Микаэла, сізге үлкен рахмет. Ал бірінші мен екі ойға тоқталайын. Біріншіден бұл цифрлық экономика Қазақстанда өте тез дамып келе жатыр. Сіз Amazon, Alibaba платформалары туралы айтып кеттіңіз. Олар бәріміз білеміз. Онымен қатар Қытайда JD.com деген жаңа платформа бар. Біз олармен келісімге отырдық. Және де біз тауарларды басында 3-4 ай мерзімінде жеткіздік. Ол тауарлардың құны $10 миллион асады. Ал маркетинг басталғанда біз бұндай жылдамдықты күтпеген едік. Яғни жарты күнде біз осы $10 миллион құны бар продуктларды бір жарты күнде ғана саттық. Ал енді Қазақстандағы өндірілетін тауарларға тоқталатын болсақ, бізде логистикалық сұрақтар туындайды. Біз үшін сіз айтқаныңыздай платформалардың болуы қажетті, және де Қытаймен жақсы ынтымақтастықта ешбір кедергісіз Алматыдан Қытайға тұтынушыларға тауарларды жеткізу мүмкіндігі болуы тиіс. Бұл біз үшін өте маңызды. Және де екіншіден, сіз айтып өткеніңіздей, бұл кез келген заттарды тұтынушылардан алып, оларды мысалы зауыттарға жеткізу, қайта өңдеу үшін бізде осындай бір бастама бар. Бізде осындай бір платформа құрылды. Біз осындай қолданған заттарды жинайтын боламыз. Мысалы, мобильді телефонды қолданылатын біздің азаматтар кез келген қасындағы орналасқан компаниясына хабарласып, мысалы, олар жинаған пластик, қағаз болсын, шыны болсын, оларды тапсыруға, сол компанияларға тапсыруға мүмкіндік береді. Және мұнда да біз блокчейн технологияларын қолданамыз. Яғни бұл өнім, бұл заттар кімнен алынғанын яғни көру үшін, бақылау үшін, және де біз бұл бастаманы келешекте қысқа мерзімде бастайтын боламыз. Және де біздің ойымша осы жобаның болашағы жарқын. Сізге өте үлкен рахмет. Мен жалпы қайта өңдеу туралы естігенде менің көңіл күйім көтеріледі. Мен өзімді кез келген пластик бөтелкелерін немесе басқа ыдыстарды қайта өңдеуге бермесем жаман сезінемін. Сондықтан да бұл өте маңызды сұрақ. Ал енді менің ойымша бізде тыңдаушылардан да сұрақтар бар. Бізде микрофон бар ма, жоқ па? Тыңдаушыларға ұсынатындай. Микрофон болмаса, онда қазір микрофонды беретін болады. Сізге осы өте қызықты тақырыптарда талқылаулар жүргізгеніңіз үшін рахмет. Мен жалпылама осы сессияның тақырыбымен келіспеймін. Біріншіден, әрине, мен келісемін. Қазақстан орталық Азиядағы, яғни теңізге шығатын жолы жоқ ең үлкен мемлекет. Шынымен бұл солай.
және менің көз қарасымша бізде шетелдік инвестициялар сауда саясаты бар, және де бұлар бір-бірімен тығыз байланысты. Біз көріп отырғанымыздай осы шетелдік тікелей инвестициялардың 95% шикізатқа бағыттанып отыр. Ал енді Қазақстанның сауда құрылымын қарасақ, оның ішінде де шикізаттың басым екенін көреміз. Ал енді кез келген экономика тек қана шикізаттың негізінде ғана емес, сонымен қатар Қазақстанда өндірілген тауарларды да қосу керек. Және осы шикізаттың басымдығынан бізде Қазақстанда инфляция өте үлкен, және де өндіріс баяуданып жатыр, және де өкінішке орай бүгінгі күні сауда соғысы деген ұғым бар. Мысалы, Қытай мен ақш арасында, тағы да бірнеше мемлекеттер арасында. Ал біз өте бейбіт халықпыз, және де кез келген соғысты, сауда соғысы болсын да біз жақтырмаймыз. Ал енді мен ойымша, біздің Қазақстандағы әлеуметтік проблемалардың негізі бұл шикізатқа тәуелділігіміз. Сондықтан бізде бұл арада жаңа саясат керек. Және де Қазақстанда қосымша құны бар тауарлар өте аз өндіріледі. Мысалы, бұл IT саласында болсын, машина құрастыру саласында болсын, және де вице-министр айтып кеткендей, пандемия уақытында бізді өте сенімді емес жағдайда болдық. Өйткені көптеген қиындықтар болды, сауда тұрғысынан дефицитке тап болдық. Ал енді менің ОДО үшін айтатын ойым бар. Бізге Қазақстанда экспортердің үлестерін арттыру керек. Және де Қазақстанға келетін инвесторлардың бәрі Қазақстанда тауар өндіріп, оны экспорттау керек. Мысалы, бізде Еврокоптер деген тікұшақтардың өндірушісі бар. Олар Қазақстанға инвестиция құйды. Ал енді бұнда Қазақстанда өндірілген тікұшақтар тек қана Қазақстан территориясында ғана сатыла алады, ал көршілес мемлекеттерге біз оларды сата алмаймыз. Бұл дұрыс емес жағдай. Және бұндай мысалдар бізде көп. Сол үшін бізде экспорттау мәдениетін енгізу керек. Біз тек қана шикізатты қана экспортқа қоймай, өндірілген тауарларды, заттарды экспорттауымыз керек. Біз Қазақстан өндірілген. Сіздің ойыңызбен бөліскеніңіз үшін рахмет. Шынымен сіз қазір әртараптандыру туралы айтып отырсыз, сауда әртараптандыру бойынша. Біз ауыл шаруашылығы, IT, көлік саласында бұның қажеттілігі туралы естідік. Мен ойымша әртараптандыру шынымен жүргізіліп жатыр Қазақстанда, және де тағы бір вице-министр бұл ойға жауап бергісі келіп отыр. Енді сіз маған рұқсат етсеңіз, мен ағылшын тілінде жауап берейін, өйткені кейбір ұғымдарды мен ағылшынша дұрыс айтпауым мүмкін. Кешеден бұрын біз өзіміздің Еуропалық комиссиядан, бұның Еуропалық комиссиядан әріптестерімізбен нормативтік процедуралық кедергілерді бағалау жобасын бастадық, және де бұл өте уақытылы жоба, және де Қазақстан тап болып жатқан кедергілерді талдауға арналған. Және де бұдан басқа Қазақстанда СКТБО жобасы бар. Бұл трансшекаралық қағаздан тыс сауда. Сонымен қатар біз техникалық және құқықтық Қазақстанның
даярлығы бойынша бағдарламаны да бастадық. Сонымен қатар ЭОДО мен және министрлікпен сауда байланыстарын Орталық Азиямен дамыту бағдарламасы іске асырылып жатыр. Бұнда біз көлік аясында және де тауар айналымы, транзит жағынан жұмыстар жүргізіліп жатырмыз. Сонымен қатар біз қазіргі күні ИСАИДпен зерттеу жүргізіп жатырмыз Қазақстанда сауданы ілгерілету бойынша. Және де бұндағы басты ой экспортер тауарларды экспорттау туралы шешім қабылдаған кезде, мысалы, таңертеңгі сағат 8-де жақсы көңіл күймен тұрып, экспортер енді бұл тауарды экспортқа ұсынам десе, онда түске дейінгі уақытта ол барлық қажетті рұқсаттамалық құжатты ала алу керек, және одан кейін түстен кейін транспорттық компанияларға жүгіне алатындай болып. Және де бұл жобаны біз қысқа уақытта, қысқа мерзімде аяқтаймыз деп отырмыз. Және де бізде сауда министрлігімен және де халықаралық ұйымдармен және де осы конференциядан тыс та басқа экспорттауды ілгерілету жобалары бар. Және де тағы бір жоба 2022 жылдың мамыр айында Central Asian Gateway деген портал ашылды, және де ол барлық Орталық Азия мемлекеттерінің сауда жүргізуін жеңілдетеді, және де трансшекаралық сауданы ілгерілетуге бағытталған. Одан басқа сауда және интеграция министрлігінде түрлі 20 құрал бар, яғни сауданы ілгерілету үшін. Микаэла ханым, сізден кешірім сұраймын, уақытты алып отырғаным үшін. Жалпылама біз өте ауқымды жұмысты жүргізіп жатырмыз. Мүмкін бәріңіз бұны байқамайсыздар, алайда біздің тарапымыздан статистикаға қарағанда жағдайды түсінуге болады. Енді бүгінгі күні әрбір мемлекеттің ішінде өндірілген және де сол мемлекетте тұтынылған тауарлар мен қызметтердің үлесіне қарасақ, онда Қазақстан әлемдегі мемлекеттердің ішінде көшбасшы мемлекеттердің бірі болып табылады. Оның ішінде біз Түркия, Вьетнам, Қытай сияқты мемлекеттерді оздық. Ал енді бізге қажет нәрсе көбірек тауарларды өндіру және де сауданы жеңілдету процедураларын енгізу. Бұл жұмысты қазір атқарып жатырмыз. Рахмет. Сізге вице-министр үлкен рахмет, және де сіз көптеген іс-әрекеттерді іске асырып жатқаныңыз туралы білеміз. Ал енді тағы бір біздің тыңдаушылардан ой бар екен. Сізге осы қызықты талқылаулар үшін рахмет. Менің есімім Нұрайым Жақсыбаева. Мен Назарбаев университетінде зерттеуші болып табыламын. Және де менің сұрағым Томпсон мырзаға және де Мариасин мырзаға бағытталған. Өйткені мен халықаралық ұйымдар бұл сұраққа жауап беруге құзыретті деп сенемін. Және де сіздің ойыңызша біз сауда көлемін қалайша орнықты дамыта аламыз? Орталық Азия мемлекетінің ішінде әсіресе Қазақстан. Өйткені бізде 41 миллиард долларға жету экспорт тұрғысынан мақсат бар. Ал енді біздің мақсатымыз тек қана өсуге ғана қол жеткізіп қоймай, ал Еуропалық одақ Қазақстанның маңызды серіктесі болғандықтан бізге тек қана өсім ғана емес, сонымен қатар жасыл орнықты өсу керек. Және де осы тауарларды өндіру, оларды жеткізу тізбектері тұрғысынан да маңызды. Және де осы Орталық Азия мемлекеттері тұрғысынан шектеулі ресурстарға ие бола отырып, біз осыны қалай іске асыра аламыз? Кім жауап бергісі келеді? Мен жауап берейін, және де бұдан бұрын айтылған ойға да жауап берсем. Бірінші, бұл проблеманы жалпылама
қарастырайық. Біріншіден, түсінікті бізде өндірісті, экспортты әртараптандыру қажет, және сонымен қатар жоғары өнімді жұмыстарды да құру қажет. Әрине, бұны бәріміз түсінеміз. Алайда, бұл талқылаулар басқа мемлекеттерде де болуы қажет. Әрине, Қазақстанның шикізат саласында қуатты екенін білеміз, және де бүгінгі күні бұл шикізаттың басымдық уақыты өтіп жатыр. Ал енді орнықты кен өндірісі, біз білетініміздей литий және де басқа да минералдар бүгінгі күні алдыңғы орынға шығып жатыр. Алайда оларды өндірудің орнықты тәсілдері қолданылу керек. Және де біз ОДО-да министрлікпен бірге экспортты ілгерілету, саудаға қолдау көрсету тұрғысынан жұмысты атқарып келе жатырмыз. Сонымен қатар керек алғышарттарды жасап жатырмыз осының бәрінің дамуы үшін. Ал енді Назарбаев университетінен әріптесіміздің сұрағына келетін болсақ, біз байқап отырған нәрселерден бөлек бұл саудаға бейімделу және көміртектердің бағасына бейімделу әріптестеріміз түсініп отыр деймін. Әріптестер бұл мәселені бірнеше жыл бұрын қарай бастады. Мысалы, көлік шығыстарын алып қарайтын болсақ, олар соншалықты қымбат болып табылмайды деп, жоғары болып табылмайды деп ойлаймын. Көмір тегізіне қарайтын болсақ, бұл жерде баға өседі. Ал өзіндік құны онша жоғары емес. Бұл жерде проблема жоқ деу мүмкін көбі. Бірақ бірнеше жыл бұрын ЕДО сауданың қосылған құны бойынша жұмыс істей бастады. Экспорт пен импорттың үлкен үлесін ескере отырып, осындай қосылған құнның белгілі бір бөлігін қамтиды. Мысалы, сіз iPhone-ды сатып алған кезде, осы телефонның 90% бір елде жасалады, ал құнның 10%-ын тасымалдау қаптама құрайды. Егер қосылған құнына қарайтын болсақ, осы көмір тегізі осы өнімді бағасын өсіреді. Сол себепті оны қымбат етеді. Сондықтан осындай өсудің ықтималдығын алдын ала болжау қиынға соғады. Осы тізбекті ашып, бұны өзгертуіміз қажет. Бүгінде ол үшін мүмкіндіктер бар. Осындай мен сияқты адамдар осыған төлегіміз келеді. Қазіргі таңда бұл шындық. Бұл біз өзіміз экономикамыз орнықты болу үшін біз төлейтін ақы, осы көміртегі ізі болмайтындай. Бұл тұрғыдан бізде орасан зор мүмкіндіктер бар. Қазақстанға қай секторларда осыған байланысты дамытуға болатын көруге болады. Белгілі бір дағдыларды дамытуға қажет деп ойлаймын. Әртүрлі тауарлармен көрсетілетін қызметтерде, әсіресе көрсетілетін қызметтерде, себебі көріп отырғанымыздай, әртүрлі өнімдер оншалықты тез дами қоймайды, бірақ көбірек ең көп тұтынатын бұл көрсетілетін қызметтер. Сондықтан көрсетілетін қызмет тұрғысынан біз үлкен әлеуетті көріп отырмыз. Осындай елдерде олардың әлеуеті орасан зор. Осы келесі кезекті Дмитрийге беремін. Сіз өте күрделі сұрақ қойдыңыз. Біз қалай теңдестіруге болатынының нақты жауабын білмейміз, бірақ мен 3 нәрсені атап өтер едім. Біріншісі, бұл стратегиялық форсайт. Сізге
жоқ нәрсені елестету үшін батыл болу керек. 25-26 жыл бұрын Google болмаған. Осы жайлы ойлап көріңізші. Google болмаған. 26 жыл өте келе Қазақстан бәлкім біз ешқашан бұрын соңды естімеген салада көшбасшы болатын шығар. Екіншісі, уақыт өте келе не болатынын қалай біле аламыз? Адамдарға инвестиция алаңыз. Бұл ең қарапайым жауап. Өзбекстан министріне айтарым, айтудан көрі, жасаудан көрі айту оңай. Ғылыми зерттеу жұмыстарына, ғылыми жаңалықтарға инвестициялауға қажет. Барлық командадан басталады. Бұл кемсітушіліктен құтылу үшін құтылып, осындай жаңалықтарға ашық болатын қоғамға қол жеткізуге болады. Және бір қызығы, Қазақстан инвестиция алатын бағыт болуы мүмкін. Мысалы, Google Қазақстанда пайда болса, сізге сол бағытқа инвестициялау қажет болар еді. Осындай бір силикон алабы болар еді. Ол жерде сол бағыт бұл кезде көміртегі туралы қам жемеуге болар еді. Осының бәрі Уильям айтқан нәрселерге сай келеді. Нарықты түсіну қажет. Нарықты жақсырақ түсіну қажет. Әрине, бұл оңай естілуі мүмкін. Мұнай мен газды экспорттау қажет. Бірақ бәлкім басқа нәрсені сатуға пайдалы болар. Сайып келгенде осының бәрі қосылған құнға алып келеді. Және бұл өз кезегінде бизнес пен экономикада маңызды нәрселер болып табылады. Осы жайлы ойластырған жөн болар. Шын мәнінде нарыққа талдау жүргізу керек. Қазақстан үкіметі бұл бағытта керемет батыл қадамдар жасауда. Экономиканы әртараптандыру үшін, белгілі әртүрлі нұсқаларды іздеу үшін, анағұрлым ДСО-да анағұрлым белсенді ел болу үшін осы қадамдар жасауда, орнықты даму және басқа мәселелерді айтып отырмыз. Біздің жұмысымыз осының бәрін қолдауға негізделеді. Бізде 5 минут уақытымыз қалды. Вице-министр, алдымен Уильям, сіз соңғы сөзіңізді айтсаңыз. Қысқаша, 30 секунд. Дмитрий айтқан нәрсені жалғастырсам, шын мәнінде 90 жылдары не боларын білмедік қой. Мысалы, телефония. Бұл елестету қиын нәрсе болған нәрсе еді дүниеде. Мысалы, Финляндияда бұл онша дамамаған еді. 2000 жылдары Nokia өте танымал компанияға айналды. Ал 10 жыл өткесін компанияны ұмыт болды бұл компания. Бұдан Финляндия үшін бұл маңызды болды. Бұдан бөлек ел дамды. Олар адамдарға емес, сонымен қатар әртүрлі жағдайларға да инвестиция құйды. Сол себепті орнықтылық, бейімделу қабілеті, бейімделу мүмкіндігі бұл дамудағы маңызды құрауыш. Сондықтан уақыт өте келе бұл 100 еселеп қайтады. Көп рахмет. Мен бұл Angry Birds деген ойын есімде, оған көп уақытымды жұмсадым. Және соңғы сөз, сізге біздің панельдік талқылауды аяқтамас бұрын вице-министр сөзді өзіңізге берейік. Рахмет, вице-министр мырза. Уақыттарыңызды алмайын. Сіздің сұрақтарыңызға жауап бермес бұрын, 49 миллиард доллар әртүрлі процестер мен өнімдерге жұмсалуда. Сіздердің кейбіреулеріңіз бәлкім оқыған да шығар. Әр тараптандырған идея туралы. Бұл Хачу Чангтың кітабы.
3-5 жыл бұрын ол осы форумға қатысты деп ойлаймын. Оның ол келесі дәлелдерді келтірген еді. Бай елдер, бұл оның сөзі, менің сөзім емес, бай елдер қазір олар лас технологияларды пайдаланып, олар барлығын ластап өсті соның негізінде. Ал енді олар бұл барлығы үшін бұл межені көтерді. Дамушы елдер үшін бұл есікті жауып тастады деген. Сондықтан қалай дамуымызға болады, қалай өсуімізге болады деген дәлелге келетін болсақ, менің көзқарасымша бұл біздің қалайша өсетіміз емес. Мысалы, бұл меже көтерілген кезде бәсекелестік азаяды. Қазақстан бұл өте тәртіпті ел. Сол себепті біз көміртегі тұрғысынан 2060 жылға қарай көміртегі тұрғысынан бейтарап ел болғымыз келеді. Сондықтан осы жасыл технология инвестицияларымыз басқа тәртіп жағы ақсайтын басқа елдерге қарағанда біз алда болғымыз келеді. Осымен өзімнің сөзімді аяқтағым келеді. Осы керемет идеямен көп рахмет. Құрметті достар, ханымдар мен мырзалар, біздің сессиямыз аяқталды. Семинарымыздың циркулярлы экономикасына негізделе отырып, біз осыдан не алғанымызды қайталап өтейік. Адамдарға инвестициялау, экономикамызды әртараптандыру өте маңызды. Осы жасыл бонустарға немесе премиумдарға инвестициялау үшін сіздер айтқан нәрседі атап өткім келеді. Бұл орнықты майнингке қатысты болды. Орнықты жұмыс істеу үшін бұл еліміз үшін негізгі, осы бізді қабылдап отқан ел үшін негізгі болып табылады. 2 жыл бұрын Біріккен ұлттар ұйымы жүргізген зерттеуде осы өңірдегі үлкен прогресті ерекше атап өткен болатын. Әлі де болса, одан да үлкен прогресті жұмыс барысында көретініне сенімдімін. Бізге Астана халықаралық форумы, екінші Астана халықаралық форум қажет деп ойлаймын, өткізу қажет болады деп ойлаймын. Дәл осы керемет спикерлер арамызда болса, Жапаров мырза, биыл сіздер арамызда отырғаныңызға қуаныштымын. 2 вице-министрге де, Төребаев мырзаға алғыс айтқым келеді. Сонымен қатар әріптесім Дмитрийге де. Бұл ектен осы сессияны ұйымдастыруға көмектескендер үшін рахмет айтқым келеді. Көп рахмет, ханымдар мен мырзалар. Айтпақшы, бұл лайвстрим болды, көптеген адамдар онлайн қатысты. Сол себепті әріптестерімді, осы сессияны ұйымдастырған әріптестеріме алғыс айтқым келеді. Рахмет.